Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін Бибайша. Сіздермен бүгін сары май пісетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Әр жерде әр қалай жасайды. Мен осылай жасаймын өзім. Ал бісміллә деп бастайық. Бірінші осылай үйітіп қойған айрандарымызды, сүтті пісіріп үйітіп аламыз да айрандарымызды дайындап алатын боламыз. Осы айрандарымызды күбіге емес, мен осындай машинкаға пісетін боламын. Осының ішіне айрандарымызды құятын боламыз. Барлығын осылайынан құйып алатын боламыз. Бірінші осы 2 ыдысымды құйып алдым. Одан кейін баклажкадағы айрандарымды 3 айран қосып жібердім. Енді бұл жерде 3 литр айран қостым. Осылайынан барлығын қосып алатын боламыз, құйып аламыз осы ыдысымызға. Барлығын құйып алып, мына 3 литрімізді, 3 баклажкамызды осылайынан құйып алатынбыз да. Одан кейін осының үстіне тола бір шелек су құятын боламыз. Осылайынан суымызды құйып, бұның үстіне мұздатылған бір кесе мұз салып жіберіп басамыз. Болды, енді осыған май түскенше осылай шайқалып тұратын болады. 1 сағаттың көлемінде түсіп қалады менде. Осылайынан бетін жауып қойып қоямыз. Осылайынан айналып өзі майымыз шығатын болады бетіне. Мінекей, мына жерде уже майларымыз көрініп бастады. Машинкамызды өшіріп, майымыздың бетіне мұздай суымызды шашып жіберетін боламыз. Осылайынан барлық шеттеріндегі майларымызды алып, осылайынан майымызды ыдысымызға алып алатын боламыз. Бұл жерде примерно менде 13-14 литр айран кетті. Осылайынан барлығын бір ыдысымызға салып алатын боламыз да, одан кейін мұздай су құйып, жақсылап айраны кеткенше жуып алатын боламыз. Осылайынан алып, үстінен су құйып, енді жаңағы айран қалмау керек бізде, айранның дәмі. Барлығын осылайынан жуып тазалап алатын боламыз. Осылай жақсылап 5-6 рет жуып алсаңыз, сол кезде әдемі сары майдың дәмі шығып тұратын болады. Аппақ суы кетіп, әдемі сарғайғанша жуатын боламыз. Тоқтатпай жуа беретін боламыз тазарғанша. Мінекей, уже біздің сары майымыз дайын болып қалды. Сары майымыз айраны жоқ. Енді үстінен тұз саламыз да, және бір мәрте жуып жіберемін мен бұл жерде. Сонымен біздің майымыз дайын болды. Осылайынан тұздарын бәр жеріне тигізіп, ыдысымызға салып, қатырып алатын боламыз. Менде осындай 2 ыдыс шықты. Осы ыдыстарға толтырып, морозильникке салып, қатырып қоятын боламыз. Майымыз өте әдемі таза жуылған май, бір-біріне жабысып тұр.
осылайынан морозильникке жіберетін боламыз. Үстінен басып, әсемдеп жіберетін боламыз да, одан кейін осыны морозильникке жіберетін боламыз. Осылайынан басқан кезде үстінен сулары шығады, оларды да төгіп тастап, осылай үстінен басып, әдемілеп морозильникке саламыз. Бізде осындай сұлулық шықты. Мінекей, өте әдемі қатып тұр. Енді бұларды салафандарға салып, морозильникке жіберетін боламыз. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерде қалай жасайды, оны да комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.